Астанада өртенген үйде қаза болған 5 баланы бүгін ел болып ақтық сапарға шығарып салды. Жаназаға қара жамылған отбасының жақындары ғана емес, қайғыны естіген қала тұрғындарының бәрі келді. Қан жұтқан анамен бірге егіліп, тіпті кейбірі сол жерде барлық көп балалы отбасылардың мұң-зарын айтып жатты. Алайда бүгінгі қаралы жиында олардың арызын тыңдайтын ешкім жоқ еді. Жаназа болады дегенде естіген жұрт таң атқаннан ағылып жатыр. Кеше өртенген уақытша тұрғын жайда 5 сәбидің тұрғанын терезе алдына қойылған мына ойыншық қана еске салып тұрғандай. Жиналғандар осы көріністен ақ болған жайттың салмағын сезініп жатқан сияқты. Көрді балалары ғана бұтақандар. Әке-шешесі осыларды асырайын деп күні-түні жұмыс істеп балапандардан айырылып қалды ғой. Содан кейін көптің есінде ұзаққа дейін сақталатын қаралы сәт келді. Бір үйдің 5 үміті, 5 табыт болып жаназаға жиналып, егіліп тұрған елдің алдында жатты. Ал бір түнде шаңырақ ортасына түскен жас ананың күйін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жаназа біткеннен кейін де жиналған жамағат тарай қоймады. Қайғыға ортақтасқан жұрт қан жұтқан ананың мұң-зарын жеткізбек болды. Ол жылаған жоқ қой, барды. Бағанандай беріңдерші. Бұлай сұраған жоқ, өйткені еңбегімен тапқысы келді. Бірақ Абыл Қасымова ханым айтатын, сізге өтініш, осындай семьяларға үйтіп айтпаңызсыз деген. Алатынымыз 5 балаға 10 мың теңге. 10 мың теңге қай жерімізге жетеді? Мен қазір бала-шағамды асырап, үйде отырған үшін мен магазинге пирожки пісіріп сатам. О жағдайым осыға шын жетті. Өз жердегі ата-аналардың көп аты жуады, пол жуады, түнгі жұмысқа шығады. Жетіскеннен ба? Қалталарын ғана ойлайды. Халықтың жағдайын ешкім ойлап атқан жоқ. Бұл 5 баласынан айырылған отбасының ғана емес, елдегі 200 мыңнан астам көп балалы ананың арызы іспетті. Бірақ оны ескеретін жан жоқ сияқты. Өйткені елдің қабырғасын қайыстырған жаназаға не парламент депутаттары, не үкімет өкілдері келмеген болатын. Ал 5 ботасын іздеп, қайта-қайта далаға жүгіріп боздаған ана үшін үкіметтің бұдан кейінгі заңдарынан гөрі үйдің қоршауына балаларының жазып кеткен жазбалары маңыздырақ секілді. Бақтнұр Әлбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Қайғыдан есеңгіреп қалған халық кешеден бері отставкасын талап етіп жатқан елдің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова үкімет отырысына келмеді. Жылдар бойы көп балалы аналар миллиондаған ақшалат деген Әбілқасымова вице-министрдің айтуынша ауырып жатыр екен. Ал министрдің орнына келген Светлана Жақыпова нақты қандай саясат өзгеретінін анықтап айта алмаса да, көп нәрсе өзгереді деп ақталғандай болды. Совсем скоро вы о этих мерах, наверное, услышите. Арғы аптадан ол кісі ауырып жүр. Сіздер бар көңіл айттыңыздар ма сол кісілерге? Бардық, кеше бардық. Министр өзі барды. Приходится работать ночную смену. Это их выбор. Осылайша Светлана Жақыпова тілшілердің жиналып қалған сауалдарына асығыс жауап беріп, еріккеннен емес, нан тауып берудің амалымен түнделетіп жұмыс істеуге мәжбүр ата-ананың өзіне жауапкершілік тартып қойды. Бірақ бүкіл елдің қабырғасына батқан қаралы түннен кейін ғана министрлік көп балалы отбасылардың мәселесіне мұқият кіріскендей. Жағдайды тексеру керек деген Бақытжан Сағынтаев та ең төменгі мемлекеттік қызметкерге дейін ақша дәмететін жүйе орнап кеткенін мойындайтындай. Тексерушілер жеке үйлерге келген кезде, өрт қауіпсіздігіне қаншалықты дайындығын үйіне келеді екенде, бірінші сұрағы, ешқандай нәрсені тексермей қойын, ақша берсеңіз кете береміз. Мәселенің бәрі содан басталып отыр. Ал министр Қасымов алдын алу жұмыстарын жүйелі жүргіздік деп ақталды. Пеш жағу маусымы кезінде 1 миллионнан аса жеке үйлерді аралап, түсіндіру шараларын жүргіздік деді. Вызов түскенде өрт сөндірушілер 7 минутта жеткен, полиция мен скоролың қызметлері де осы уақытта болған, бірақ өкінішке орай жағдайдың алдын алуға мүмкіндік болмады. Қайғылы жағдайды өрттің ғана айналасында талқылаған үкімет көп балалы отбасылардың хәлі, жәрдемақыны көбейту, мұқтаж адамдарға баспана беру, жұмыспен қамту сияқты жүйелі, мүмкін жүйесіз сипатқа айналған мәселелерді айналып өтті. Өйткені Әбілқасымова сияқты министрлер аналарға жасалып жатқан көмек әлемнің ешбір мемлекетінде жоқ деп есептейтінін ашық айтты емес пе?
Айжан Оралбекқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Қасымов өрт сөндірушілер 7 минутта жетті дейді. Әкімдік бұл отбасы көмекке мұқтаж болмаған деп есеп береді. Вице-министр шиеттей балалар бола тұра атанасы неге түнгі ауысымда жұмыс істейді дегенге, бұл олардың өз таңдауы дейді. Сонда тұрақты жұмысы жоқ. Аңғал-саңғал, 10 шаршы метрлік жерде әрең күн өлтіп, 5 баласын лдебайлап өсіріп келген отбасының трагедиясына кім кінәлі?